Біздің заманымызға дейінгі 10 ғасырда адамдар біртіндеп аңшылық пен терушіліктен біршама отырықшы өмір салтына ауысады. Месопотамияда адамдар егіншілік пен мал шаруашылығын игерді. Жануарлардың адамдарға жақын болуы аурудың берілуіне ықпал етеді. Азық-түлік өндіріс артады. Қауымдар, ауылдар мен қалалар өсіп, сауда жолдары пайда болып, алғашқы соғыстар пайда болады. Мұның бәрі жұқпалы аурулардың таралуына ықпал етеді. Азық-түлік өндіріс артады. Қауымдар, ауылдар мен қалалар өсіп, сауда жолдары пайда болып, алғашқы соғыстар пайда болады. Мұның бәрі жұқпалы аурулардың таралуына ықпал етеді. Бұл туралы ешқандай тарихи немесе құжаттық дәлел болмаса да, алғашқы эпидемиялар дәл осы уақытта болған болуы мүмкін. Мүмкін тіпті үлкен аумаққа көптеген халықтарға таралатын пандемия, яғни эпидемиялар, кейбір діни жазбалар мен мысырлық мәтіндер олардың алғашқы ошақтарын сипаттайды. Жазудың дамуы грек тарихшыларына біздің заманымыздан бұрын 430 жылы болған пандемияны құжаттауға мүмкіндік береді. Ол бізге Афины обасы ретінде белгілі. Бұл ауру бүгінгі күнге дейін анықталмаған. Тарихқа жүгінсек, грек көзқарасы бойынша ол Эфиопиядан басталып, Мысыр мен Ливияға, одан Жерорта теңізіне таралады. Спарта мен оның одақтастары Афинамен соғысуда. Қала қоршауда және онда көптеген тұтқындар бар. Халықтың шамадан тыс тығыздығына байланысты оба ауру көбейеді де, халықтың 25-30% адамның өмірін алып кетеді. Бұл Спарта жеңісіне ықпал етеді. Шамамен 165 жылы Жерорта теңізінде Рим империясы үстемдік еткен кезде антониндік оба басталады. Бұл шешек пандемиясы деп саналады. Ол Месопотамиядан бастау алып, әскери жолдар бойынша батысқа қарай тез таралады. Пандемия дүние жүзіндегі 200-ден 250 миллионға дейінгі халықтың 5 миллионын жоюда. Бұл Рим империясы үшін ауыр соққы. Басқа індеттер келесі ғасырларда оны одан әрі әлсіретіп, батыс Рим империясының құлауына ықпал еткені болуы мүмкін. Вероятно, внося свой вклад в падение Западной Римской империи. 541 жылы белгілі бубонды обаның алғашқы пандемиясы басталды. Оны сүтқоректілер, негізінен егеуқұйрықтар және оларды паразит ететін бүргілер тасымалдайтын бактерия тудырады. Кейбір жағдайларда егеуқұйрық бүргілері адамдарды шағып, оларға бактерияларды жұқтырды. Бактериялар өкпеге енгеннен кейін инфекция басқа адамдарға өте оңай беріледі. Соңғы зерттеулерге сәйкес Юстиниан обасы Орта Азиядан басталып, Византия империясына құрылып және теңіз сауда жолдары арқылы таралады. Оның астанасы Константинополь қатты зардап шегуде. Ол сауда жолдарының торабында орналасқандықтан ауру Жерорта теңізіне тарады. Батыста орналасқан византиялық әскери қызметкерлері де ауруды жұқтырады. Бұл империяның кеңеюін тоқтатты. Рим папасы Пелагий II аурудан қайтыс болды. Пандемиядан қатты зардап шеккен Месопотамия, Византия және Сасанид империясы әскери операцияларды жеңілдетуде. Мұсылмандар жаулап алуды бастаған арабтарға пайдалы болды. Сасанид империясы құлап, Византия империясы өз аумақтарынан айырылды. 2 ғасыр бойы Юстиниан обасынан 30 миллионнан 100 миллионға дейінгі адам қайтыс болды. Алапес бұл бактериялық инфекция, ол туралы ежелгі дәуір жайлы алғашқы жазбаларда да кездеседі. Соңғы зерттеулерге сәйкес, ол Шығыс Африкада басталып, Египет арқылы Азия мен Европаға сауда жолдары арқылы таралды. Европадағы халық тығыздығының артуы және Иерусалимдегі крест жорықтары континентте алапестің таралуын тездетті. Нашар жеке гигиена, канализацияның болмауы және үйлердің нашар желдетілуі аурудың таралуына ықпал етеді. Бұл жағдайлардан тыс, олар онша аса жұқпалы болмаса да, ең көп зардап шеккен кедейлер, науқастар оқшауланған. Католик діні науқас адамдарды өліге теңестіреді. Оларды шешек ауруын жұқтырғандарға арналған арнайы колонияларға жатқызады. Колония Далепразирия ауылының шетіндегі қарапайым үйшіктен бастап, қалалардағы ғимаратқа дейін кез келген нәрсе болуы мүмкін. Сырқаттанғандар сыртқы әлемнен толығымен оқшауланған және құлыптаулы күйі өлім азабын құшады. Қара өлім екінші бубонды оба пандемиясы болып саналады. Ол орталық Азия далаларынан басталып, бүкіл құрлыққа таралады.
Қара теңіз жағалауында Алтын Орда соғыстары Янузияның Кафу қаласынан қоршайды. Обадан әлсіреген олар өлгендердің денесін ауруға шалдықтыру үшін қалаға әкеп тастайды. Сондай-ақ егеу құйрықтар да қалаға ауру жұқтыруы ықтимал. Кейін генуездік теңізшілер Европада сауданы жалғастырып, порт қалаларына оба таратуды жалғастырады. Ауру ішкі Европаға таралуда. Тек Польша, Чехия және Венгрия сияқты аймақтар ғана зардап шеккен жоқ. Әсіресе халық тығыз орналасқан аудандарда оба көп байқалды, және басқаларға қарағанда кедейлер қатты зардап шегеді. Себебі азық-түлік тапшылығы төмен, нашар санитариялық жағдайда өмір сүретіндерге оба көбірек әсер етеді. Дәрігерлер аурудың мұндай ауқымына дайын емес болып шығады. Бірнеше жылдың ішінде әлемде 200 миллион адам одан қайтыс болды. Бұл Европа халқының жартысы. Демографиялық статистика 2 ғасырдан кейін ғана қалпына келеді. Қара өлім эндемиялық ауру. Кейінгі ғасырларда ол жергілікті түрде бірнеше рет қайталанды. Алдын алу шаралары жүргізілуде. Атап айтқанда, Венецияда кемелер портқа кірер алдында 40 күн күтуі керек. Бұл бірінші карантин. Итальян тілінде каранто 40 санын білдіреді. Европада жаңа тиімдірек теңіз кемелерінің құрылуы испандар мен португалдықтарға теңіздерді зерттеу аймағын кеңейтуге мүмкіндік береді. Христофор Колумб Америкаға келгеннен кейін және Васко да Гама Африкаға жағалауы бойымен Үндістанға баратын теңіз жолын ашқаннан кейін бұрын бір-бірінен оқшауланған және иммундық жүйесі бар адамдар арасындағы өзара әрекеттестік тез артады. Ескі дүниенің адамдарды өздерімен бірге жаңа әлемде белгісіз мыңдаған ауруларды әкеледі. Шешек індеті жергілікті американдықтар үшін ең жойқыны болып шыққан. Эпидемия алғашқы европалық колонизаторлар келгенге дейін бүкіл халықты жояды. Оған қоса, мерездің қауіпті түрі, жыныстық жолмен берілетін инфекция Америкадан Европаға тасымалдануда. Сары безгек сияқты паразиттер тудыратын тропикалық ауруларды кемелердегі шыбын-шіркейлер бүкіл әлемге таратады. Көптеген аурулардың өршуіне қарамастан медицина дамуды жалғастыруда. 1768 жылы ағылшын фармацевті Джон Фьюстер тек күйіс қайратын жануарлар үшін өлімге әкелетін сиыр шешегін жұқтырған адамдар кейін шешек вирусына қарсы иммунитетке ие болатынын анықтады. Бірнеше жылдан кейін табиғи шешекпен күресу үшін тұрғындарға қарсы вакцина сегіледі. Бұл вакцинаның алғашқы түрі. Емдеу тәсілдері дамып, 2 ғасыр ішінде шешек ауруы жойылады. Тырысқақ адамға тек ластанған тамақ немесе суды тұтыну арқылы берілетін бактериялық инфекция. Ауру диареяны тудырады. Бұл өмірге қауіп төндіретін сусыздандыруға әкеледі. Ем болмаса, ауырған адамдардың жартысы бірнеше күн немесе тіпті бірнеше сағат ішінде көз жұмады. Ауру санитарлық жағдайы нашар, халық көп шоғырланған жерлерде тез таралады. Алғашқы тырысқақ пандемиясы 1817 жылы Бенгалия маңында басталып, Азия мен Африка арқылы Европаға тарады. Келесі ғасырда бүкіл әлемге тараған тағы 5 тырысқақ пандемиясы болды. 1855 жылы Қытайдың батысындағы Юннань провинциясында бубонды обаның 3-ші және соңғы пандемиясы басталды. Ол баяу Гонконг портына таралады. Одан бірнеше жыл ішінде ол кемелер мен порттар арқылы бүкіл әлемге таралды. Бірақ бұл жолы француз биологтары мен дәрігерлері ауру тудыратын бактерияны тауып, егеу құйрық бүргелерінің оны қалай тарататынын анықтады. Ауруға қарсы екпе жасалып, кемелердегі егеу құйрықтарды жою шаралары қарастырылады. Бұл дамыған елдерде аурулардың санын едәуір шектейді. Британдық Үндістан әлі де 10 миллионға жуық адамның өліміне әкелген індетке шалдыққан. Бұл уақытта Қытайда құрбандардың саны 2 миллионға жуықтады.
Грипп – это инфекционное заболевание. Тұмау жұқпалы ауру, оны ұстау қиын, себебі оны вирустың 4 нұсқасы тудыруы мүмкін. Ол тез мутацияға ұшырап, жаңа эпидемияларды тудыруы мүмкін. Орыс тұмауы деп аталатын алғашқы ауыр тұмау пандемиясы Еуразия далаларынан Европа мен Америкаға 1889 және 90 жылдары тез тарады. Бірақ ең жойқыны испан тұмауы деп аталатын екінші тұмау пандемиясы болды. Оның шығу тегі белгісіз. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болды. Америка құрама штаттарында вирус өлімге әкелетіндей мутацияға ұшырайды. Әскерилер бұл ауруды Европаға әкелді, және бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуымен ол бүкіл әлемге тарады. Жер шарында халықтың 3-тен 1 бөлігі ауруды жұқтырып, 50 миллионға жуық адам осы аурудан қайтыс болды. Кейіннен тұмаудың тағы 2 пандемиясы пайда болды. Олардың әрқайсысы миллионға жуық адамның өмірін қиды. Олар 1957 жылы Азия тұмауы және 1968 жылы Гонконг пандемиясы. Шамамен 60 жыл бұрын орталық Африкада спид тудыратын вирус адамдарға шимпанзелерден аң аулау кезінде жұғады. Ол баяу Бельгиялық Конгодағы Леопольдвильге жетеді. Одан әр өзен жолдары мен темір жолдар бойымен бүкіл елге, содан кейінгі континентке таралады. 1964 жылы Африкадан оралған гаитилік жұмысшылар солтүстік Америкада ауруды жұқтырады. 1970 жылдан бастап ол Америка құрама штаттарында кеңінен таралған. 1983 жылы Париждегі Пастер институты иммундық жүйені әлсірететін және сол арқылы басқа аурулардың дамуына ықпал ететін спид ауруын тудыратын адамның иммун тапшылығы вирусын ашты. ВИЧ бүкіл әлемде адамдарға әсер етеді. 2005 жылы пандемия деп жарияланды. Алдын алу, емдеу және контрацепция инфекцияны болдырмауға көмектеседі. Бірақ 30 жыл ішінде әлі де 30 миллионға жуық зардап шегушілер бар. Бүгінде 40 миллионға жуық адам ВИЧ жұқтырған. 2019 жылдың соңында Қытайдың Ухань қаласында SARS-CoV-2 вирусы байқалды. Адамдарға жануарлардан жұғуы мүмкін деген болжам бар. COVID-19 өте жұқпалы вирус, бүкіл әлемде тез таралуда. 2020 жылдың 11 наурызында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оны пандемия деп жариялады. Сонымен қатар, медицинаның дамуына қарамастан басқа аурулар да көптеген адамдардың өмірін қиды. Оба әлі де жойылған жоқ. Оның ошақтары үнемі қайталанады. Соңғы эпидемия 2017 жылы Мадагаскар мен Сейшел аралдарында орын алды. 7-ші тырысқақ пандемиясы 1967 жылдан бері жалғасуда. ДДУ мәліметтері бойынша жыл сайын дүние жүзінде 100 мың адамның өмірін қиюда. Дүние жүзінде алапеспен ауыратын 3 миллионға жуық науқас бар. Және маусымдық тұмау індеттері жылына шамамен 500 мың адамның өмірін алып кетуде. Жыл сайын осыншама адам безгектен қайтыс болады. Олардың көпшілігі тропикалық Африкадағы балалар. Бұл пандемия мен эпидемиялық негізгі құрбандары шалғай аймақтардың кедей тұрғындары. Ақпарат Геоистория каналынан алынды.